сайды ана дедіңіздер, мына дедіңіздер, осы дейтімін, жігіт дейтімін. Бүгін мына дойында мына қылығын көріп, жүрегім айнып кетті, жүрегім бүйтіп ақша таппасам етті, ана алтынды жақса сөлгендей, ана жанындағы, ана тапқан ана сақалын селтірлеткен ана маңқаның сөзінің сасықтығы, ана халықты не көріп жүр ана алдында, мынаны алсаңдар болды, мына қатынның ойсінен. Ойбай, ана шошқа сияқты ана түріне кім ғашық екен, сенен басқа ешкім жақсы көрмейді, жүрегімді айнытып. Сонда намыс деген адамның ұяты деген ақшадан да артық па? Бүйтіп нәрсесі артып, бүйтіп ақша таппаса не болды дейді. Ана жанындағы ана бір демеген не жоқ ей? Баяғыда қисық мұрыммен жүріп, о да алмай таста кеткен ғой сені. Оны апарып енді мынаны шығып алып, сен баланы айтып тапқасың, бүйтіп баққасы деп ата бабамызды сындайтынға сен кім едің ей? Қанша ақшаң болса да тегі. Ой, сенен де ақшасы көп, сенен де әлем. Адамдар жүр ғой бұл жерде дүниеге сыйып, сондай кішіпейілдікпен. Пахо, ана жанындағы ана маңқа төрттал егіндегі жүнін сап сөйтіп ананың қылығының сәттілігі, мынаны алсаңдар болды деп. Ана бір уақытта кім еді Қабиболла мен бірдеменде халық сондай бір боқтап жоққығасыздар. Мынау не қылық мынау? Мынау намыс. Ана ұрпағыңызды пәлен ақша беріп тәрбиелейсіздер. Ойбай, балам мықты оқы, мен балам ғалым болады деп. Кішкентай бір дияншиде андай-мындайда осыншылық азырақ бір сәтті нәрсе боқаса, ойбай, баланың алдында неге битесің? Неге баланың алдында битесің деп балаға өстіп тәрбие беріп жатқан халықпыз. Мындай арсыз немелерді, сол балаңызда сіз көргенді көреді. Осыны көрсетесіздер ма балаларыңызға? Не деген ұясыздық ей? Бүйтіп жасағанша жасамай қойған жақсы, бүйтіп тапқанша таппай қойған жақсы. Әр уақыт мен сіздерге айтайын, бұрында да ата бабамыздан тартып сондай, келешекте де сондай болады. Ақша, абыроймен бәрлігі келіп ұяттың алдына түсе алмайды. Ұят бірінші. Әлгі адамды намыс өлтіреді дейді ғой, ерді намыс, қоянды қамыс өлтіреді деген сөз бекер емес. Айтып ұятты былай ал қой бірдеңе сатқанша, сатпаған жадағы мына қатын айтып дейді. Пит, арсыз. Мына бірдемен тек көзімді, нервімді. Расынша бір тек шыдағым келмеді, алдымда болса ана чайнек-пәйнекпен бірді қойып бытышын шығарғым келді. Мынаны адам деп осыған жүрек беріп жүрген. Сіздер де көк миекестер, мынаған әлгі баста бір ойлар, ой, әрсай ананы тапсың, мына мен араласпағам, елді махаббатында шыдағымыз де. Бірақ бүгінгі мына арсыздықтарын атшы, расынша тәлгі ұжданым шыдамай кетті. Мынауда қылықпай, естідіңіздер ма мына сөзін? Ана ата бабаларың сендердің сүйісіп таппаған, сүйісіп тапты, сөйтіп табады. Бірақ сен сияқты айтып, бүтін миллион халықтың алдына шығып алып, арсыздық, ұясыздықпен таппаған. Ана сол ана ұятқандағы істі, көрпедегі істі, мына далаға алып шығып, сен айуан ба едің? Адамда ұят болады ғой, бет болады ғой. Мынау айуаннан да асып кетеді ғой мыналардың қылығы. Жылқы жанында әлгі кісі мінезді дейміз. Былай барып бірдеңе қылады ғой. Оған қарағанда адамсыңдар ғой. Сендердің қай жерлерің ванхун десе бәріне кететкен ынтайын ұят аз екен, рас. Тура ішімнен қайнап кетті ме мынаны көріп, мынаны қараңыздаршы. Ананың қылығын қараңыз. Осы иш арқылы. Арсыз, ұясыз.